Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын шпинаттан пирожное дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге шпинат, жұмыртқа, ұн, сұйық май, қант, қопсытқыш және лимон шырыны қажет. Ең алдымен шпинаттарды блендердің көмегімен езіп аламыз. Тек жапырақтарын ғана еземіз. Езілу оңай болу үшін кішкене сұйық майдан құйып тұрамыз. Блендерге сыймағандықтан аз-аздан дәл осылай бөліп езіп шығамыз. Егер үлкен блендер болатын болса, барлығын бірден салсаңыздар болады. Ең соңында сұйық майдың барлығын құйып, және 1 шай қасық лимон шырынын құямыз. Дәл осындай масса шығу қажет. Жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Аз жылдамдықтан бастап жұмыртқаның ақ уызын миксердің көмегімен араластырамыз. Осылай көпіре бастаған сәттен бастап қантымызды аз-аздан қосып шығамыз. Біртіндеп жылдамдығын арттырамыз. Дәл осындай ағарған сәттен бастап жұмыртқаның сарысын жеке-жеке салып миксердің көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін біздің шпинатты массамызды біраз қасықтан салып миксердің көмегімен араластырамыз. Міндетті түрде барлығын бірден салмаймыз, жеке-жеке осылай біраз қасықтан салып тұрамыз. Шпинатты қосып болғаннан кейін артынан ұнды және қопсытқышты електің көмегімен өткізіп, жақсылап лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіреміз. Пеште ұзақ ұстамаймыз. Егер ұзақ ұстайтын болсаңыздар, бисквиттеріңіз қатты болып қалады. Кремін дайындау үшін бізге творожный сыр, сливки және қант қажет. Барлығын қосып, миксердің көмегімен қоюланғанша араластырамыз. Дәл осындай біркелкі масса болып шығу қажет. Бисквит суығаннан кейін пергамент қағазын алып тастаймыз. Дәл осындай жұмсақ болып шығады. Және кез келген формамен кессеңіздер болады. Менде осындай форма болғандықтан, осы формамен кестім. Кішірек қып етіп кессеңіздер де болады, немесе 4 бұрышты етіп жасасаңыздар да болады. Дәл осы рецептпен 6 пирожный шығады. Қалған бөліктерін блендердің көмегімен майдалап аламыз. Дайын болған бисквиттерге кремдерімізді жағып, видеодағыдай жасап шығамыз.
қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.